Сатылған көлеңке. Баяғыда бір бай болыпты. Оның үйі қара жолдың бойында, үлкен тот ағашының қасында екен. Жазды күні үй іші қапырық ыстық болғанда, бай сол ағаштың көлеңкесіне төсек салып жатады екен. Бірде үлкен жолмен өтіп бара жатқан шаруа сол тот ағашының көлеңкесіне дем алуға отырып, ұйықтап кетіпті. «Ей, сен кімсің? Саған бұл жерде ұйықтауға кім рұқсат берді? Тез кет!» деп бай айғай салады. «Мен неге кетуім керек?» деп сұрайды шаруа. «Ағаш менікі, оның көлеңкесі де менікі. Олай болса, сол көлеңкені маған сат». Ақша туралы әңгімені естігенде байдың көзі шоқтай жанып. «Жақсы, ақшаңды әкел де көлеңкені ала ғой», деп бірден келсе кетеді. Шаруа көлеңкені сатып алады. Енді тот ағашының аумақты көлеңкесі шаруаныкі болады. Ол сол көлеңкеде жатып дем алады. Көлеңке байдың ауласына түскенде шаруа сол жаққа барып жатады. Көлеңке байдың қонақ бөлмесіне, ас үйіне түсетін болса, шаруа сол жерге барып жатып жүрді. Өзінің ағаттық жасағанын түсінген бай ештеңе жасай алмайтынын білді. «Мен көлеңкені сатып алдым. Ол енді байдікі емес. Сондықтан достарымды шақырып, рахатын неге көрмеске деп ойлайды шаруа. Бір күні байдың үйінде қонақтар отырған кезде, шаруа да өзінің достарымен келіп қалады. Олар келген кезде байдың қонақтары тот ағашының көлеңкесінде отыр екен. Шаруа байдың қонақтарынан орынды босатуды сұрайды. Таңданған қонақтар бұның себебін сұрайды. Не айтарын білмеген бай тілін тістеп үн шығармайды. Ал шаруа болса маңғаздана. «Бұл мына достарыңыздан сатып алған көлеңкем ғой. Сондықтан кез келген уақытта осы көлеңкенің астында демалуыма болады» дейді. Байдың қонақтары оған ұзақ күледі. Ал көшедегі балалар «Сараң бай, көлеңке сатқан сараң бай» деп мазақ қылады. Мұндай масқаралыққа шыдай алмаған бай қалаға көшіп кетеді. Тапқыр шаруа тот ағашының көлеңкесіне ғана емес, байдың үйіне де ие болады.